Сәлем достар, бүгін осындай мінсіз болып пісетін учмак пісіретін боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауға кеңес берем. Енді қарасаңыздар мінсіз болып шығады. Ол үшін сіздер каналға алдымен тіркеліп, колокольчикті қосып қойыңыздар. Өз пікірлерін жазуды ұмытпаңыздар. Осындай болып шығу үшін бізге 100 грамм маргарин, 40 грамм дрожжи, 20 грамм тұз және 80 грамм шекер қажет. Сосын 1 литр жылы су және 1 ас қасық майонез саламыз, яғни үлпілдеп тұру үшін тестіміз. Осының барлығын жылы суға араластырып аламыз. Бізде май кішкене холодильникте қалып қойғандықтан осылай теркіден өткізіп алдық. Негізі бөлме температурасында болса, ол кезде бұндай қиындық туғызбайды. Міне осылай барлығын жылы суға салып араластырып аламыз. Және осы су дрожжымыз саламыз. Суымыз әбден қоюланғанша, яғни жұмсақ қылып, ұнымызды салып, әбден ие қанғанша илейміз. Көріп отырғандарыңыздай осылай жақсылап қоймалжың болғанша араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып, уже ұн салуды осындай кезде тоқтата бастаймыз. Яғни енді бұдан артық салсақ, нанымыз қатып кетеді. Примерно 1 келіден артық ұн кетті жаңағы мен айтылған сұйықтыққа. Енді көріп отырғандарыңыздай нан жабысқақ болып келеді қолға. Сол үшін осы кезде мен 2 ас қасық май құйдық тестіға, яғни ыдыстағы нанды алу үшін, қолдағы нанды алу үшін, келесі басқанда уже дөңгеленіп әдемі болып тұру үшін. Яғни күнделікті нанды сумен бассақ, бұл жерде сұйық маймен басамыз. Көріп отырғандарыңыздай уже қолдағы қамыр және ыдыстағы қамырда алынып жатыр. Яғни байқасаңыздар, нанды көбірек бассаңыздар, соғұрлым әдемі болып шығады. Міне көріп отырғандарыңыздай осындай әдемі тесті болып шықты. Мен жаңа видеоға түсіруге ұмытып кеткенмін. Мынау енді азайып қалғанда түсіріп жатырмын. Қараңыздар, 1 штук өнімге біз 60 грамм тесті өлшеп қоямыз. Міне көріп отырғандарыңыздай біз уже столдың үстіне жайып қойдық. Яғни көтерілуіне. Енді ішіне салатын салмасын дайындаймыз. 200 грамм ет, 400 грамм жуа және 120 грамм картоп. Сосын татымына қарай тұз, бұрыш саласыздар. Барлығын жақсылап араластырамыз. Оны араластырып жатқан кезде біз нанымыз тағы көтеріледі. Нанды көбірек басып көтерілсе, ол уже сіздің өніміңіз дәмдірек болады деген сөз. Жұмсақ. Міне осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді жаңа домалақтап қойған тестіларымызды, яғни 60 граммдық, ішіне 40 грамм өнім саламыз. Яғни көз жобамен ас қасықпен 1 қасық жарымдай кетеді. Уже көтеріліп тұрғасын қолмен жая қоямыз да. Міне осылай 1 ас қасық және жарты, 1 жарым. Үстін 3 бүріштетіп, жабыстырып және бүктеген жағымызды астына қаратып осылай тізіп қоя береміз. Дәл осы видеодағыдай қылып жасасаңыздар, өкінбейсіздер. Өзіме өте қатты ұнады. Бірінші рет жасауымыз. Бізде ютубтан қарап, жан-жақтан қарап жасадық. Жақсылап жабамыз да осылай
көмкеріп қоямыз. Енді көріп тұрғандарыңыздай табамызды майлап алдық. Соның ішіне тізіп қоя бастаймыз осылай. Көріп отырғандарыңыздай жұмыртқаны жағып жатырық. Ағысы сары емес, бұл жерде ақ сарының барлығы араласқан түрі. Және ана жолы кішкене жұғып болмағасын, бұл жолы біз су араластырдық. Су араластырғанда әдемі жұғады. Сосын көріп отырғандарыңыздай осының бетіне ары қарай күнжіт сепсеңіздер тіптен жақсы болып кетеді. Осылай барлығына салып шығамыз. Бұны жағып жатқан кезде біз духовканы қыздырып қою керекпіз. 180-200 градусқа 20-30 минутқа қойып аламыз. Міне осылай күнжітті молырақ сепсеңіз, дәмі ерекше болады. Әдемі болып тұрады және дәмі де ерекше. Пайдасы да бар күнжіттің. Міне осылай қыздырған духовкамызге саламыз. 25-30 минутта осындай болып шықты, көріп тұрғандарыңыздай. Енді дәмін айта алмаймын. Түрі де әдемі, дәмі де әдемі. Осылай жылылай түсіріп алдық. Асты кішкене бұлар болмас жабысыңқырап қалған. Міне көріп тұрғандарыңыздай іші прям сочный, әдемі болып шықты. Жасап көріңіздер. Каналға жазылған ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Ас болсын, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Прям стандарт болып шықты ғой. Барлығын бірдей қылып жасаған.